Қазақша YouTube арнаға қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін бала күндеріңізде және қазіргі кезде жеп жүрген молочный тандыр нандарды жасап көрсететін боламын. Құрамы өте оңай, жасалу жолы да оңай. Ең алдымен жылы суға ашытқы, қант, тұз, сұйық майды қосып, жақсылап араластырамыз. Содан соң құрғақ сүтті саламыз. Құрғақ сүт бізде нанға сүттің дәмін және иісін келтіреді. Бұны қосқаннан кейін оның үстінен електен өткізілген ұнды қосамыз. Бұған кететін барлық рецепттерді мен видеоның астында жазып қалдырамын. Ұныңызды да бөліктерге бөліп қосасыз. Сол кезде арасында түйіршік қалмай, біркелкі жұмсақ қамыр шығады. Қамырды илегеннен кейін үстінен кішкене ғана сұйық майды қосып, бастырып, бетін жауып, жылы жерге алып қоямыз. Қамырыңыз толықтай көтеріліп, ашуы керек. Жалпы менің бұл YouTube арнамда бұдан да басқа көптеген рецепттер бар. Барлығы толықтай мастер-класстан алынған. Өзім осындай жасауды, пісіргенді ұнатамын. Сондықтан мастер-класстарға қатысып, барлығын алдым. Қай мастер-класста қандай рецепт берді, соны толықтай жазып қалдырдым. Ешқандай жасыру ештеңесі жоқ. Сіздер де жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығады. Жеңіл рецепттер көбінесе үй жағдайында жасалатын бюджетный варианттағы тағамдарды жасап салып қойдым. Неге наныңыз толықтай ашығаннан кейін біз бұл нандармен 6 бөлікке бөліп 6 лепешка жасайтын боламыз. Немесе 250 граммнан бөлсеңіздер де болады. Мен енді көз шамамен бөліп шықтым. 6 бөлікті бөліп, оны күлшелеп дайындап қоямыз. Пешіңізді қыздыра берсеңіздер де болады осы кезде. 6 бөлікке бөліп, одан кейін мен әртүрлі формалар бердім. Яғни сұйық майдың көмегімен нандарыңызды домалақтап жазып шығасыздар, лепешканың формасына ұқсатып. Одан кейін жиектеріне өткір пышақтың көмегімен әртүрлі өрнектер салуға болады. Қазір мен біреуін жасап көрсететін болам. Сол бойынша барлық 6 бөлігінде жасап шығасыздар. Қызып тұрған пеште беті қызарып, өзі толықтай піскенше ұстайсыздар. Иісі өте керемет болып шығады. Ыстықтай арасына сары майды салып жесеңіздер, оның дәмі дегенде ерекше болып шығады. Мінекей қолымда майлап алып, осы бірінші күлшемен жұмыс жасадым. Жиегінің барлығын шығарып, орта жағын жұмсақ қылдым. Барынша соза беріңіздер. Өйткені қазір сәл ғана бетін жауып алып қойған кезде бұл ашып қайтадан көлемін ұлғайтатын болады. Құрамында аштық болғаннан кейін. Енді өткір пышақпен жиегіне осындай өрнек салып шықтым. Содан соң противенге пергаментті төсеп, соның үстіне нандарды қоямыз. Осылай нандарды қойғаннан кейін бетін жауып 10-20 минут қалып қоямыз. Сәл ғана көтерілгеннен кейін біз бұл нандардың бетіне құрғақ сүтті жағатын боламыз. Ешқандай жұмыртқаның сарысы, жұмыртқаның өзі, сүт дегенді жақпаймыз. Тек қана құрғақ сүттен жасалған, осылай су арқылы қосып жасаймыз. Яғни 4 қасық суға 4 қасық құрғақ сүтті салып жақсылап араластырамыз. Соны нанның бетіне жағып шығамыз. Толықтай барлық бөлігіне жететіндей етіп жағып, үстінен күнжет немесе мақ қосуға болады. Соларыңызды қосып, қыздырып қойған пешке салып, барлық 6 бөлігінде дәл солай пісіріп аласыздар. Сонымен бізде нандарыңыз дайын болады. Рецепт өте оңай, жеңіл, үйдегі бар затпен жасалады. Жасап көріңіздер сіздерде. Ыстық нанға майды жағып, шай ішіңіздер, өте дәмді болып шығады. Менің YouTube арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Лайктарыңызды қойып кетсеңіздер де болады. Қазір сіздерге нанның 6 бөлігінде көрсететін боламын. Толықтай барлығын пісіріп алдым. Және ыстық болып тұрған нанға май жақтым. Өте керемет болып шықты. Нағыз бала күндегі анамыздың шоққа піскен нандардың дәмі сияқты. Жасап көріңіздер. Сіздерден де дәл осылай жұмсақ нандар шығады. Рецепті сақтап алыңыздар, жасаңыздар. Менің басқа да рецепттерімізді көріп жасап шықсаңыздар да болады. Арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын. Ең ішіндегі ыстық нанды алып, менде қолдың майы, қолдың сары майын жағып, балаларыма бердім. Бірден тауысып қойдық. Дәмі енді өте ерекше болып шықты.
мінекей арасы толықтай піскен, аппақ әдемі болып шығады. Өйткені біздің нанымыздың құрамында сүті көп, бетінде де ішінде де болғандықтан енді дәмі басқаша болып шығады. Көргендеріңізге көптен көп рахмет. Сау болыңыздар.